Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мисс Молли KZ. Достар, бүгінгі мен түсіретін видеом ашегер қағаздары деп аталады. Мен бұл ашегер қағаздарын өз қолыммен жасадым. Менің еңбегімді бағалап, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Мінекей, мынау менің ашегер қағаздарым. Ендеше ішін ашып көрейік. Бізде бірінші ішің пысқан кезде аш. Бізге бұларды ашу үшін қайшы көмекке келеді. Ендеше ашайық. Пысқан кезде аш. Мінекей, достар, бұл жерде бірінші айна, және де тень, және туш. Қыз балалары көбінесе көктемде әсіресе іші пысқан кезде боянады. Бұл бірінші қағаз. Ал екінші қағаз сурет салған кезде аш. Сіздер де сурет салған ұнатасыздар деп ойлаймын. Мен сурет салған ұнатамын, сол себептен де осы қағазды дайындадым. Бұл жерде гуаштың, кисточканың суреттері бар. Мінекей, бұның ішінде өте көп щеткалар, яғни кисточкалар бар екен. Мен өзім сурет салған жақсы көремін, және де ол үшін маған кисточкалар қатты қажет. Келесі, достар, бұл үй жинаған кезде аш. Міне, бұны ашып көрейік. Бұның ішінде осындай, қалай айтсам екен, үйді сүртуге арналған сүрткіш, яғни айтқанда майлық. Келесі бізде сабақ дайындар кезде аш. Оны да ашып көрейік. Ашып көрейік. Бірінші ішінде осындай өшіргіш, және ұштағыш, және де қаламсаптар мен сызғыш. Бұлардың барлығы сабақ орындауға қажет болады. Келесі, көңіл күйім болмаған кезде аш. Ашып көрейік. Көңіл күйім болмаған кезде не шығатын? Достар, бұның ішінде осындай әшекей бұйымдар шықты. Бірінші алқа,